Абу Зардан келген хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи айтады: әр адамға Алла тағалам үлкен неғметтер берді, буындары берді, дене мүше берді дейді да. Енді сол дене мүшелердің бөліктерінің әрқайсысына садақа беру міндеттісіңдер деп айтады. Көзің үшін, құлағың үшін, қол аяғың қимылдап тұрған үшін. Себебі мынандай нәрсе бар да, Алла тағалам адамға әлә және нуама деген екі нәрсе береді екен. Егер бізге әлә дегеніміз құралдар, құрал. Яғни қолыңыз бар, аяғыңыз бар, көзіңіз бар, құлағыңыз бар, миыңыз бар, басыңыз бар. Берді. Яғни олар құралдар. Нуама деген неғметтер. Енді ол қолдың істеуі, көздің көруі, құлақтың естуі, бұл неғмет екен. Мысалы, бір адамдарда аяқ бар, бірақ істемейді. Қолы бар, істемейді. Ми бар, бірақ істемейді. Көз берген тұр орнында, ол көрмейді. Құлақтыр естімейді. Яғни Алла тағалам оған құрал бергенмен, бірақ оны істейтін жаңа неғметін берген жоқ. Ал бізде ол екеуі де бар да. Осы үшін біз садақа беруге міндетті екенбіз. Енді садақаның түрлерін айтады пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтару садақа дейді. Екінші, Алланы зікір ету садақа жасап жатсыздар. Одан кейін отбасыңмен аунап тұру садақа дейді. Сонда сахабалар сұрайды: әйеліңмен қосылғанның өзі садақа ма дейді да. Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: егер сен сол қатынасты харам жолмен жасасаң күнә ма дейді. Иә дейді. Онда адал жолмен жасау садақа дейді. Яғни күйеуің мен әйелің екеуінің ортасындағы махаббатының өзін садақа деп тұр ғой. Енді осылардың барлығын басатын дейді. Ол жаңағы уақыт бар ғой, күн шыққаннан кейінгі уақытта 2 ракат сенің намазың дейді. Дұға намазды оқу арқылы сіз күнделікті өзіңіздің берген мүшеңізге шүкіріңізді айтып садақа беріп жатырсыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы да былай деп айтады. Енді дұғаны сұрауыңыз мүмкін да, сіздер былай: қанша ракат оқысақ болады? Хадистер өте көп. 2, 4, 6, 8, 12 деп келген. Қазір оның барлығын айтамыз. Хадисте кімде-кім 2 ракат дұға намазын оқыса, Алла оның теңіздің көбігіндей күнәсі болса да кешіріледі. Анау теңіз бүйтіп деп толқынмен бейтіп келген кезде әппақ болып көрінеді ғой. Ол көбікті тіпті санай алмайсың. Әппақ көбік. Сондай көбіктей күнәң болса да 2 ракат дұға намазын оқу оны кешіріледі. Кімде-кім 2 ракат дұға оқыса